Қорқынышты бояу. Бұл қоянның аты Жаспер. Оның оқу үлгерімі төмен екен. Ол есеп шығара алмайды екен, ол оқи алмайды және сөздерді дұрыс жаза алмайды екен. Оған көмек керек еді. Бір күні сабақтан тарап келе жатса, алдында не жатыр? Purple crayon. Иә, ол күлгін бояу Жасперді көргеніне қуанып тұрғандай болды. Сол күні кешке Жаспер үйіне келген соң сабағын жаттаған жоқ, себебі ол телевизордан оның жақсы көретін бір күнінде апай емтихан алды. Ал Жаспер олардың ешқайсысын істей алған жоқ, себебі ол дайындалмаған еді емтихан. Сөйтіп қаламсабын ашық қалса, өзінің тауып алған әлгі күлгін бояуы тұр алдынан. Күлгін бояуын алып, емтиханды сол қаламмен жазады. Күлгін бояу барлығын дұрыс жазды. Жаспер сол күні емтиханнан 5 алды. Ona қарап тұр, өте қорқынышты, бірақ керемет дейді. Әкесі келіп айтып жатыр, Жаспер, сабағыңды жатта. Жарайды деп, бөлмесіне барып математиканың кітабын қараса, бетіне не жазып қойыпты кітаптың бетіне? Телефоннан ойын ойна, математиканы не қыласың деп жазған. Кейін Жаспер телефонда ойын ойнап, тағы да шаршағаннан ұйықтап қалды. Қазір бүгін математикадан тест тапсырамыз дейді. Ал Жаспер болса ештеңеге дайындалған жоқ, ол өте қорқып кетті. Сөйтіп, қолына жаңағы өзінің тауып алған күлгін бояуын алып, тестін тапсыруға бастады. Тест жазып бастады. Аяқ астынан барлық оңай сияқты сезілді, себебі барлығын дұрыс жасап жатыр. Содан кейін жаңағы өзінің тауып алған күлгін қаламы, бояуы Жаспердің сөмкесіне жазып қойыпты. Жаспер және бояу екеуі мәңгі бірге деп жазып қойыпты. Ал Жаспер болса одан қорқып жатыр. Келесі күні Жаспердің мектебінде суреттен жарыс болатын еді. Сөйтіп Жаспер оны көп күндер бойы оны сызып, жақсылап дайындалған болатын. Суреттің ең алғаш соңғы сәтінде бір аз ғана бірдеңе сызу керек еді. Сөйтіп Жаспер қарындашын алып сызып жатыр. Ал күлгін қаламды алған жоқ. Ал күлгін қалам болса, Жаспердің столына маған қара, мені ал, мен сыз деп жазып тастапты. Жаспер болса қатты қорқып кетті, тезірек оны өшіріп тастады. Ертеңінде таңертең тұрып оянып қараса, Жаспердің сызған суретінің барлығын өшіріп, күлгін түспен керемет, бірақ қорқынышты, өте керемет сурет салып қойыпты. Ал Жаспер не істерін білмей, ол суретті алып мектепке апарады. Директор болса, өте керемет сызылған ғажап сурет деп Жасперді мақтап, Жаспер ондан бірінші орын иеленді. Бірақ Жаспер оған еш қуанған жоқ. Содан кейін Жаспер үйіне келген соң, ең төменгі қабатқа түсіп, қараңғы бөлмедегі тереңдегі бір қорапты ашып, жаңағы бояуды салып, бекітіп, өзі жоғарға шығып кетеді. Енінде таңертең тұрып қараса, айнаға дәу ғып жазып қойыпты. Мен саған керекпін деп, жаңағы күлгін қалам жазып қойыпты. Барлығынан 5 алды. Бұл өте қорқынышты еді, себебі бұлардың ешқайсысын Жаспер өзі жасап жатқан жоқ қой, барлығын жаңағы бояу жасап жатыр. Кейін Жаспер үйіне келеді де, жаңағы күлгін бояуды алып, ортасынан 2 бөліп, кнопкаға қойып, сосын кейін оны ерітіп, мусорға тастайды. Сөйтіп, енді бір құтылдым-ау деп Жаспер күшті ұйықтап жатыр. Сосын таңертеңде тұрып қараса, үйінің қабырғасына үлкен ғып Жаспер мен өзінің суретін салып қойыпты. Жаңағы қалам, ол тағы да бар екен, ол ешеу жоғалмапты. Жаспер сол айдағы ең мықты оқушы болып сайланды. Бірақ Жаспер ішінен еш қуанып тұрған жоқ, ол өте қорқып тұр. Үйіне келеді да, осымен жетер енді деп, қаламды, жаңағы бояуды алып, туалетке салып жібереді. Сонда туалетке жаңағы бояу жазып жатыр. Салушы болма, мені суға ағызушы болма деп жазып жатыр. Бірақ оған қараған жоқ. Жаспер оны туалетке салып, суды тартады. Сөйтіп, бояу деп туалеттің суымен ағып кетеді. Сосын кейін келесі күні Жаспердің ең жақсы көретін мультигі шығып жатыр телевизордан. Бірақ Жаспер мультикке қараған жоқ. Ол өзінің ертеңгі емтиханына дайындалды.
сосын кейін емтиханына дайындалып жатып ол ақырын өзінің қаламсабына қарайды. Тағы да жаңағы қорқынышты бояу шығып келер ме екен деп ақырын қарайды, бірақ қаламсаптың ішінде жоқ екен. Сосын кейін ақырын барып туалетті ашады. Туалеттің ішінде де жоқ екен. Сөйтіп ұйықтап жатып ақырын үйдің қабырғасына қарайды. Ода да ешқандай сурет сызылмапты. Жаспір мектепке барады. Өзінің өз күшімен дайындалған тестіден ол C алады. Бірақ ол өте қуанды. Қанша C алса да ол өз күшімен дайындалғандықтан Жаспір оған қатты қуанды. Сол күні Жаспір үйіне қуанышпен кетіп бара жатыр. Жаңағы күлгін бояу болса, арам сумен теңізге құйылып, ақырын жүзіп кетіп бара жатыр. Ол крайонды бір құс тауып алды. Ауылым.